істеп тұрсыңдар? Жай үй жинайын деп жатырмыз, я? Иә. Мен кетіп баратым, кеш келем. Күтпей қойыңдар. Не істейміз? Дастанды табу керек. Кеттік. Енді сен бізге емес, біздің семьяға, өзінің досына көмектесейін деп жатсың. Я, соны айтам. Отбасының тағдыры сіздің қолыңызда ғой да, әке. Ой, қалай түсінбейсіңдер? Ол менің досым емес пе? Мен досыма қалай қиянат жасаймын? Оның үстіне өздерінің семьяларының проблемасын өздерің шешіп алыңдар. Мені араластырмаңдар. Мынау қандай еркек, а? Досын сатпайтын, әйелін сөзінен шықпайтын. Сондай адал, я, әйелін сыйлайды. Мен бар ғой, Адикке үнемі мақтап отырам ғой біздің Дастан ағаны. Ана біздің Адик көре алмайды сізді, вообще көре алмайды. Иә, үнемі жамандап жүреді ғой сізді. Анау Дастан деген бір әйеліне сөзі өтпейді, бір әйелге сөз өтпейтін еркек емес деп айтты ғой, білесіз ба? Ой, ертең біздің Адик үшіншісін алады ғой, сізді одан сайын менсінбей кетеді. Дос деген осы Дәкеңдей бір қарапайым болса ғой, я. Онда не істейміз онда? Не істейміз дегенде, бізге Адиктің қайықта екенін айтсаң болды. Ары қарай өзіміз қатырамыз. Жа, болмайды, менің досым ғой. Болмайды, қайықта не? Мен соны досым сатпаймын ғой. Болмайды. Боди. Онда бізге бірінші лақабат керек. Мен мысалға бүркіт болайын. Сен аққу. Сен жарғанат бола сал. Мен не үшін жарғанат болам? Болмайды мен жарғанат. Неменеге жарғанат екен? Ой, жарайды, сен ақ аққу бола қойшы. Сен ақылың бар ғой, сен жарғанат боласың. Мен жарғанат болмайым, мен аққумын. Мен неге жарғанат болдым? Мен аққу болам, мен аққу. Жарайды, екеуіңді аққу бола қойыңдар, сен мәселе ода емес. Бұл операция. Бізге операцияға ат қоюымыз керек. Так, бұл операцияның аты соңғы шанс болсын. О, соңғы шанс. Онда бар ғой, менше ең бірінші боп. Сен всегда екіншісің. Соны біліп ал. Ой, қойыңдаршы, бізде уақыт жоқ, сен бірінші, мен екінші дейтіне. Адикті табуымыз керек. Енді Адик не істеу мүмкін енді? Так, мен білетін Адик болса, ол қызды бірінші кафеге апарады. Сосын не істейді? Тағы не білесіз Адик туралы, а? Сендер біліп алайын деп отырсыңдар ғой, айтпаймен, болды, досым емес пе? Енді бәрін білсеңіз айтсаңыз шы досыңыз туралы. Жоқ, оны айтатын уақыт жоқ, жүріңдер, кеттік кафеге кеттік. Тоқта, бірінші айтасың, сосын жүреміз. Енді оның не айтатын бар енді ол? Мысалға, Адик ол қызбен танысса бірінші кафеге барады. Одан кейін барып кинорумға апарады. Кинорумға? Не үшін? Енді бірден гостиницаға апаруға ыңғайсызданатын шығар. Одан кейін ол Адиктің өзінің қыздарды сындыратын өзінің тактикасы бар. Сендер бәрін біліп алайын деп отырсыңдар ғой, айтпаймын мен, болды. Жүріңдер кафеге, Адик тауып алайық. Бүгін тағы да кинорумға барамыз ба? Жоқ, бүгін басқа жерге барамыз. Кинорум ыңғайсыз болды. Қайда барамыз? Кәпірім. Ау, Дастан. Жайша ма? Өткенде, кафеде тамақ ішіп отырмын. Давай. Білдім, кафеде екен. Кетті ғой, тоқтаңдар. Сендер өшерде отыратыңдар, мен кіріп біліп шығайын. Жоқ, бірге барамыз. Міне, көздерің жетті ма? Жоқ екен. Үйге қайтайықшы, іздемей-ақ қойықшы. Жоқ, звонда. Давайте ертең кеп, ертең аңдеймін. Ой, көп сөйлей бермей, тез-тез звондаңызшы Адикке. Адик қалай шыдайды екеуіңе? Міне жарты сағат жүрсе, мен миым аталы болып кетті. Бұл шыдамай звондаш. Адикке бұрын қызығатын ем, қазір аяйын байқұсты ше.
Жоқ, мен түсінбеймін да, біздің Адикке не жетпейді? Бір емес, екі әйелі бар ғой. Негізінде оған біреу де жетеді. Так, қыздар, в общем, білдім. Жасмин деген гостиницада екен. Жасмин деген, мен білем. Өткенде өтіп бара жатып көріп қалғам. Кеттік, барақ сол жаққа. Не алып тұрмыз онда? Жүріңдер. Қайтайықшы, үйге қайтайықшы, қойыңдар. Жерді жүріп, ұят болмасын не. Кеп алып ертең мақсыды болмай. Ой, болдаршы сіз. Точно осы гостиница ма? Білмеймін ғой, әсем айтты ғой, осы ма? Осы шығар енді. Қайта берейікші, Адиктен ұят болады. Ой, кішкентай бала ұқсама айтыңызшы, қайсы номер? 31 номер. Кеттік онда. Қыздар, может ойланарсыңдар. Адиктен ұят қойып, все-таки досым ғой. Досы екен енді есіне түсті ма? Аш есікті. Сен де сатқын досты, Құдай сақтасын. Тұр тез. Адик, қаш! Келушіктер, ердің адал жан